Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздерге бір дайындағаннан ақ мінсіз болып шығатын сметаник пирогының жасалу жолымен, яғни рецептісімен бөлісетін боламын. Шынымен де бір жасағаннан керемет болып шығады. Видеоны қарамас бұрын менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Үстіне қалдырдым. Және де YouTube арнамада тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз сметанигіміздің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымыз бен қопсытқышымызды бір ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Жақсылап ұнымызды алдын ала електен өткіземіз. Жақсылап араластырып алған ұнымызды енді таза ыдысқа саламыз. Оның үстінен қант саламыз. Енді жұқа қылып туралған сары майымызды саламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Жаңағы жұқа қылып туралған сары майымызды салған соң қолымызбен үгітеміз, яғни песочный тесто дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздерде тезірек осындай крошкалар шығады. Одан соң үстіне бір жұмыртқа саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Одан соң дайын қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пакетке немесе бетін пленкамен орауды ұмытпаңыздар. Енді кальцон дайындаймыз. Менің кальцонның диаметрі 24 қылып алдым. Сіздерде кальцо болмаса, кез келген формаға жасап істесеңіздер де болады. Мен 30 минут тұрған қамырымды алдым. Осылай қолымызбен төсеп шығамыз. Жартысын алып қалып, жанына бортики жасаймыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, барлығы өте оңай және тез дайындалады. Қамырымыз түзу әрі әдемі болып шығу үшін осылай стақанмен басып шықсаңыздар болады. Түзулеп жандарын пышақпен немесе шанышқының көмегімен түзулеп аламыз. Ал енді біз салмасын жасаймыз. Қаймақтан жасалатын салма. Ең маңызды ингредиент бізде ол қаймақ. Қаймағымыздың үстіне қант саламыз. Және де жұмыртқа саламыз. Енді венчигіміздің көмегімен араластыратын боламыз. Салманы ұзақ араластыруға болмайды. Және қатты араластырмаңыздар. Шамамен 10-20 секундтай араластырамыз. Миксерді мүлдем қолданбаңыздар. Миксермен араластыруға болмайды. Венчикпен немесе шанышқымен араластырыңыздар. Дайындап алған қамырымызды шанышқының көмегімен 5-6 жерінен тесіп шығамыз. Және жаңағы дайындаған салмамызды саламыз. Пешті алдын ала 170 градуста қыздырып қойдым. Алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз піскен кезде беті осылай сарғаяды. Пирогымызды бөлме температурасында суытып алғаннан соң ғана формасынан шешеміз, яғни босатамыз. Осылай пышағымыздың көмегімен жан-жағын айналдырып шығамыз. Менде толықтай суына шамамен 1,5-2 сағаттай уақыт кетті. Суығаннан соң барып формасынан шешіп жатырмын. Міндетті түрде суығаннан соң барып формасынан босатыңыздар. Ыстық күйінде формасынан босататын болсаңыздар, біздің салмамыз, яғни қаймағымыз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай бөлме температурасында толықтай суығаннан соң барып кесесіздер. Сол кезде осындай мінсіз сметаник пайда болады сіздерде. Мен айтқан техникаларды қолдана отырып, сіздерде осы пирогты жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болып, видеоны қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.